Қайсақтан үй жағдайында қалай құтыламыз? Сәлем, бұл тек пайдалы арнасы. Видеоны көрмес бұрын арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қайсақ бұл күйзеліс немесе қабыршықтану процесі. Оның пайда болуына бірнеше себептер бар. Соның арасында бірнешеуін айта кетейін. Бірінші, ол шаш терінің майлылығы мен тері жасушаларының қалпы. Егер де микроорганизмдерде май қышқылдарының қоректенетін саңырауқұлақтар болса, тері аурулары болса, құрғақтық немесе теріге күтімсіздік, кейде стресстен немесе диетадан да болуы мүмкін. Қазіргі таңда көбімізде ол ауа райы, қоршаған ортадан, химикаттар бәрі біздің шашымызға қонғандықтан сол себепті де болуы мүмкін. Ендеше мен сіздерге үй жағдайында бұл қайсақтан қалай құтылу керегін айтатын боламын. Бұл қандай қыз бала болсақ та, ұл бала болсақ та өте ыңғайсыздық тудырады бәрімізге. Сондықтан үй жағдайында бізге аспирин таблеткасы керек болады. 2 тал аспирин таблеткасын аламыз, оны езіп, ұнтақтаймыз үйдегі бар құралмен, және оған күнделікті өзіміздің қолданатын как обычный шампуньімізді қолданамыз. Кез келген шампунь түрін қолдансаңыздар болады. Басымызға жағып 5 минуттан кейін жылы сумен шайып тастаймыз. Вуаля, біздің шашымыз жұмсақ, жылтырап және ең бастысы қайсақсыз болады. Жасап көруге кеңес беремін. Және де үй жағдайында шашқа арналған масканы айта кетейін. Табиғи йогурттан 2 ас қасық немесе сүтті шашыңызға жағып 15-20 минуттан жылы сумен шайып тастаңыздар. Шаштарыңыз егер майлы болатын болса, шашыңызға лимонның суын алып, жағып 20 минуттан кейін жуып тастауға кеңес беріледі. Достар, арнаға тіркеліңіздер, арнада тек қана пайдалы ақпараттар салатын боламын.